Ташкент салып, аны машап. Ассаламу алейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Біз Аллахқа шүкір бәрі жақсы. Бүгін Арафа күні, Құрбан айтқа бір күн қалды. Ертең иншалла Құрбан айт. Бұйырса мұсылмандар жағдайы бар, мұсылмандар құрбан салатын болады. Қой, сиыр, түйе деген сияқты. Бүгін сол Арафа күні, ораза ұстайтын күн. Ораза ұстаған адамға жақсылық жасасаң, алдыңғы бір жылға өткен болашақ күнәларыңды кешіріледі дейді. Қазір дейтін кім аға, Өтеген аға звондап еді. Райымбек бауырымыздың әкесі, ол бір жерден қой алу керек деп. Солға қой алуға барам кәпіртсеппен. Және өзім ұнайтын қой болса, сол жерден қой алатын боларым. Егер мен негізінде жыл сайын өзім Құрбан айттан кейін қой мал базарға барам. Сол жерде қой сатып алатын болдым бұрын. Көре жатырмыз қазір қалай болатын. Жалпы қой тауып алады. Биыл қойдың бағасы қымбаттау дейді. Көре жатырмыз. Ал кеттік. Құрбан айт қойлары сатылып жатқан. Өтеген аға алып отыр. Он жігіт тұр ғой. Секрет бар. Оны сатылып отыр. Ташкент алып отыр, Ташкент. Сілер алайын отыр бұйтса. Ана мойында трактор тұрған қанша? Ақ трактор тұрған. Сатылмайды? Қой ма мынау? Мұнда тұр қойлар. Және мұнда да бар қойлар. Ертең Құрбан айт бұйыртса Арафа күні. Бағалар 60-тан және 60-тан жоғары үшін. Сіздің жақтың бағалары қаншадан жалпы? Бізде осында болады. Бірақ мен бұйырса ертең алам. Өтеген ағам екінші қойы. Ташкент салып, аны машина прицепе салып отыр. Жақта да бар қойлар. Сол бұйырса ертең тоже қырдан келген қойлар болады. Бұл да қырдан келген қойлар шығар. Содан жақта болады, содан алып шығар мен. Жыл сайын сөйтіп жүрім. Құрбан айттан кейін шыққаннан кейін таңнан барысын жақтан алып жүрмін. Өткен аға, құрбаныңыз қабыл болсын. Амин. Бірге болсын. Амин. Құрбан салып жатырмыз. Мереке, айт мереке ертең. Иә. Соқыр саламыз. Раббымыз қабылдап. Амин. Тілегімізді қабылдап. Еліміздің, халқымыздың тыныштығын ойлаймыз ғой. Дұрыс, иә. Ойлар мына, жылдан жылға. Иә. Еңбектер бар. Қойды бағу деген ойлаймыз. Қой болу қиын ғой, не жалпы. Артынан жүру керек. Бір кісі басында разы болу керек. Келешек 100 мың болады, аламыз ғой. Иә, солай болатын бар, 100 мың болатын бар. 3 қойды тиеп алдық. Бұйыртса алып кетеміз. Мына клиенттер бәрі келіп тұрғанын, толып тұр бірінші жерде. Сол кеттік алып кетеміз. Өтеген ағаның қорасына. Саламалейкум аға. Ата, қалайсыз? Жақсы. Ешіңіз аман? Аман. Райымбектің досымын ғой. Иә, ет алып қойыңдар. Қой алып келдік. Қой, Құрбанға. Арқан есіп өтсіз ба? арқан есіп отырмын. Машалла. Нешеге келіп қалдыңыз атасыз? Нешеге келіп қалдыңыз? Мен бе? Иә. Неше бересің? 80? 80? 85 ба? 80. Арқан есесіз ба әлі? Осылай есіп атсыз ба? Арқан бұзау байлауға жаңағыларды. Біздер дейтін дрельмен істеп жүр қазір. Бұрынғыша істеп атсыз да? Аман жүріп атсың ба? Ауылдасың ба? Ауылдамыз. Аман есен шүкір. Аллахқа шүкір. Дұрыс, күш көп болсын ата. Көп болды көрмеу да. Иә. Аман жүр, аман. Рахмет. Қой сүріп тастайық қазір. Қой сататын бір адамдардан тұтсадық. Бұйырса ертең иншалла құрбандыққа шалынатын қойлар. Бітеу қамақ қойдық. Ассаламуалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Бүгін құрбан айты бірінші күні. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қазір айт намазына кетіп жатырмыз мешітке қарай. Сол бұйыртса иншалла қазір айт намазына барып, айт намазына шығып, қой алып баратын болам.
сосын барып қой соятын боламыз, құрбан салып алып кетіп бара жатырмыз. Айт намаз оқып болдық. Оқып болып жатыр намаздарын. Қазір инше шамалдан қой алып кетеміз. Қойға барайын десем, қойдың өздері келе жатыр ғой. Бәйге бар ғой, жаңа Әсен деген балаға. Ана жаққа ешкім бармаған болыпты сонда да? Жететін жоқ, мына оған бар ғой. Біз өз аңдай. Қойға қырдың қойлар ғой. Қой алып атып келе сатып. Жоқ, Елдібай тұқым бұлар. Осыяқ алып атыр. Alo. Ка. Машина қайда? Машина жақта? Қашып кеткенсің бе? айырылып қалмас ема. Аяқ нұрда кетем, әжеге барам. Сауғы да, Миына құрт суйыңы да. Сен өзің білесің ғой. Сонда рек қазалған түсі. Соқыр миына қан түскен сатпай. Аға, не жіп жоқ па сізде? Қандай қойларыңыз бар? Аға? Жіп жоқ па жіп? Бар. Сенім ондай сесіп келеме. Құрбан айтқан соқыр, қотыр. Ондай сатылмайды. Ағам біттірі. Аға, байда жүрмейсіз бе біреу? Азат біліп еш? Ешіп кетпесіз қолдарым. Үшеуін байлау ше біреуін бас. Үшеуін бөлейсің бе? Е. Біреуін бас. Артқаян бас. Жақсы алды. Негізі артық да? Нені қараш кине жүгіріп па тұрғын? Кенегу ба? Аға, кеттіңіз ба не? Кине бар ма? Ақша алған жоқ қана кісі? Мен жүгіріп па тұрғын? Кетте отырып тоқ тұрғын қайта. Аудар жүрдің аға. Аға, ақша алған жоқпын ғой. Арқада бере берем. Түлі қайда? Кәні? Осы ағадан сатып алдық. Полицейский мшейт етем екен. Біз алып келді үйге, Аллахқа шүкір. Қазір соятын боламыз. Бұл қойды 70 мың сұрады, 65-ке түсіріп алдық. Аллахқа шүкір. Яны норманы. Бұдан да кіші қойларға кеше 60 мыңнан алып жатырды адамдар. Ең үлкен турчастық қошқарларды 140 мыңнан сатып жатыр екен, 130 мыңға түсіретін шығар. Үлкен цена сондай екен бізде. Қазір бұйыртса соятын боламыз. Санжар қасында көмектесіп жүр, қораға келіп. Мына құрбан шалуға дайындалып жатырмыз. Пышақтың бәрін қайрайтын қайрап, таңдайтын таңдап, малға көрсетпей дайындап алу керек бәрін. Малдың көз алдында пышақтауға, қайрауға, көрсетпеуге тырысу керек. Сойып жатқан малымызды құрметтеп, қорықпау керек та. Сондай әрекет істеу керек. Міне қойымызды байлап, дайындап қойдық, жерді қасып қойдық. Қан жерді білдірмей, осы жердің астына кету үшін жер қасып қойдық. Қойымызды дайындап, құла қаратып қойдық. Негізінде құла қаратуда маңызды емес. Қазақ болып атадан кеткен болғасын, құла қаратып сойып жүрміз. Өзіміз бала кезінен көріп келгендей, бірақ ыңғайсыз жағдайлар болса, құла қаратпайды союға болады дейді. Жалпы сол құрбанды шалған кезде 10 күн бұрын ниет етеміз. Жалпы Зулхиджаның алғашқы 10 күнінде ниет етіп тырнақ шаш алуға болмайды, соған уже дайындаламын ниет етіп. Жалпы енді ниет қоймай құрбандыққа 1-2 күн қалған кезде де соям десе де болады. Жалпы біз көбінесе құрбандық шалатын болып, алдын ала 10 күн бұрын дайындаламыз. Тырнақтарымызды алып, 10 күннің ішінде тырнақ шаш алмаймыз. Сол қазір мысалы құрбан шалғаннан кейін барып, тырнақтарымызды алып, жуынып шайынамыз. Жалпы сол қазір маңыздысы бисмилля, Аллаху акбар деп, Аллахтың атымен бастап, Аллах ұлық деп соятын боламыз. Маңызы сол. Ниеттейміз де, соямыз болды. Ешқандай маңызы ештеңе жоқ. Осы құрбанымызды осы ниет етіп соятын боламыз. Енді сойғанымызды көрсете алмайтын шығармыз, енді замажет етеміз. Себебі YouTube канал онадай ұнатпайды. Ал кеттік. Бисмилля, Аллаху акбар.
Болды, бауыздадық. Осылай бауыздаймыз өтетін пышақпен. Мына пышақты қазір көрсететін боламын. Самиғұла деген жолдас жігіт падар еткен сыйлық ретінде. Сонымен алғашқы рет мал сойып бауыздап жатырмын. Қалғандары дұрыс өтпей тұр. Қайрағым келген жоқ, осымен сол не істейін деп. Сыйлық бергесін бір пайдаға асырайын деп. Так. Қойымызды сойып болдық. Мойын жуып, шағын жуып, бізде сөйтеміз. Қазір аяқ қолын алып, сирақтарын басын алып сап, терісін күшті алып, соны ағашқа іліп соятын боламын. Сойғандарды көп көрсетпейміз. Сол ютубын атпайды оны. Сол себептен сөйтеміз. Маған айтқан пышақ осындай пышақ. Дұрыс көрсетпей тұр. Қазір. Так, сөйтеді мынау. Мына осындай пышақ. Осындай пышақпен бауыздадым жаңа. Осындай келген. Тозалап қойын. Все, қазір мал соятын боламыз. Қойдың терісін алып асып қойдық. Қазір бұйыртса бөлшектеп бөлетін болам. Мына майын көріп тұрсыздар, қалай күйі жақсы екен. Өте керемет. Сол бөлшектейін бәрін. Бұны 3-ке бөлем, или 2-ке бөлем, көре жатармыз. Міне етті бөліп жатырмын, етті бөліп қойдым. Пакеттеген бөліп қойдым, мынаны берілетіні танымаймын, кімге берсем де, әлі шешкен жоқпын. Осы мұқтаж адамға беретін болармыз. Жаңа жалпы сосын бір бөлігін үйге, өзім жеуге, 3-ші бөлігі жалпы осы үйде пісірілетін болады бүгін. Себебі үйге қонақтар келеді, әйелінің қонақтары, әйел адамдар жиналады бүгін. Әйел адам бізде бөлек отырады, ер адамдар бөлек отырады. Бүгін айттың бірінші күні шамал әйел адамдар, намазхан әйел адамдар келіп отыратын болады. Соларға ас болсын деп істейтін болады. Жаңа 3-ші бөлген ас пісіретін болады. Бір бөлген үйге алып қояды. Артынан өзім жейтін боламыз өзіміз. Себебі бүгін жеп үлгермейміз, себебі бүгін үйде болмаймын. Сол себептен дайындап отыр. Мына Аллахқа шүкір, Алла Тағала осы құрбан шалуға нәсіп етті. Аллахқа ризығымызды көбейтті. Аллахқа шүкір. Жағдайым жақсы, жағдайымыз болғасын құрбан салып жатырмыз. Әрдайым да осындай жыл сайын құрбан салуға Аллах нәсіп етсін. Аллахқа шүкір, бәрін бітіріп, шаруа реттеп, қазір үйде әйелдер қонақтауы келіп жатыр. Бүгін бауырлармен шағын тойлап, масқарға кафесіне келіп отырып қалып отырмыз. Аллахқа шүкір. Бүгін осындай шағын видео шығып жатыр. Лайк бас, комментарий қолдап отырыңыздар. Мына құрбан айт салып жатқанымыз енді сіздер көрсін, біздің өміріміздің бір мәні, жыл сайын қой сойлатын бір рия деп ойлап қалмаңыздар. Сол сіздерге сол немді бөлісейін деп қолдап отырыңыздар. Баршаңызға ассаламу алейкум. Аман ескенше аман болыңыздар.